Қайырлы кеш қыздар, өте тойымды, дәмді әрі оңай жасалатын салат дайындаймыз. Үйде бар қарапайым заттардан жасалады. Бізге алдымен қияр қажет болады. Қиярымызды осы видеодағыдай 4 бұрышты етіп тураймыз. Қиярды турап ыдысқа саламыз. Келесі кезекте піскен тауық етін дәл қиярды турағанда етіп турап қосамыз. Ендігі кезекте жұмыртқаны да турап қосатын боламыз. Жұмыртқаны қосып, одан кейін кез келген сырды үкіштен өткізіп қосатын боламыз. Ал келесі кезекте консервадағы жүгеріні қосатын боламыз. Дәміне қарай тұз сеуіп, майонезімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Оңай әрі тез жасалатын салат үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Осымен салатымыз дайын. Тарелкаға салып ұсына берсеңіздер болады. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар. Баршамызға ас болсын.